Баршаңызға қайырлы күн. Қазір жаз мезгілі болса да, қыс мезгілі секілді құлақтарынан бұлық ағып келіп жатқан пациенттердің саны өте көп. Не себепті? Себебі қазір күн ыстық болғандықтан барлығы, бала болсын, үлкен болсын, бассейнге барады, көлге барады, өзенге барады, пляждарға, шетелдерге барып, су қабылдап жатамыз. Сол уақытта құлаққа су кіріп кетуі. Не себепті ол адамдарда осылай бұлық ағады? Себебі құлақтағы дабыл жарғағының тесік болуынан. Сол дабыл жарғағы тесік болғандықтан құлақтың ортаңғы бөлігіне су кіріп кетіп, ол жерде қабыну процесі жүреді. Қабыну процесінің арқасында әсерінен бұлық ағып жатады. Бұлық ол біздің тілмен ірің ағу. Сондықтан кез келген мысалы бассейнге барарда міндетті түрде құлағыңыздың дабыл жарғағы бүтін